Жақсы жігіттерді барлығы жақсы көреді, ал бұзақы жігіттерді қалай жақсы көргізуге болады? Фильмде ақ пен қараның соғысы емес, бұл жерде бұзақылардың соғысы. Біз елді құтқаратын қарақшылармыз. Фильмдегі актерлардың барлығы менімен келісетін шығар деп ойлаймын, өйткені Дэвидтің ерекшелігі бар. Түсірілімде Дэвид актерларға қатты көңіл бөледі. Дэвидпен жұмыс жасаған маған қатты ұнайды. Дэвид сценариймен жұмыс істегенде кішкентай түймеге дейін жазады. Нәтижесі көрінеді. Бастаймыз! Режиссер болған соң мен ылғи шынайы әлем жасауға тырысам. Және трюктарды жасай алатын актерларды алам. Мен актерларды алдынан, дублерларды артынан түсірем. Бұл уақытты көп алатын жұмыс. Физикалық дайындық кейіпкерді 100% ойнап шығуға көмектеседі. Біз 1-2 ай бойы дайындықта боламыз. Физикалық дайындықтың үлесі зор. Олар бізді әскери дайындықтан өткенімізді талап етті. Нәтижесінде барлығы ойдағыдай шықты. Гай Норрис пен Ричард екеуі бір-бірін жақсы түсінеді. Бұндай экшн фильмде дайындықтан өткен актерлар түсірілім кезінде шаршаңқы көрінбей, шынайы болғандары маңызды. Бұл актерлар каскадердің қойып берген трюгін бұлжытпай орындап береді. Әсіресе мен үшін бұл үлкен жетістік. Түсірілім алаңында Дэвид мықты атмосфера туғызады. Біз шынымен өз тобымызға сене бастадық. Мен үшін бұл өте қызықты, әсіресе командада болу. Экранда отряд шынайы. Мен үшін мәртебе. Олар бір отбасы болып кетті. Фильм тірілді. Фильм біз ойлағандай күлкілі шықты деп ойлаймын. Біз қиын болатынын білдік, сол себептен барымызды салдық. Отряд самоубийц бүкіл әлемді ұстап тұрғандай, сонысымен қызық.